Бүгін сіздермен сүзбелі печенье жасаймыз. Видеоны аса лайк басып, жаңадан жібермашын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. 200 грамм сүзбемізге 1 жұмыртқа, 100 грамм сары майымыз үй температурасында болу керек, немесе шамалы ерітіп аламыз. 1 қасық қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып алып, ұнымызды саламыз. Ұнымызды аздап салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Жұмсақ қамырымызды илеп алып, 30 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Салмасына қант, корица, ванильный сахар қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз 30 минут тұрғаннан кейін, қамырымыздың астына ұн сеуіп, қамырымызды алып, жұқалап шайып аламыз. Видеода көрсетілгендей қылып, барлығын доңғалақтап кесіп шығамыз. Барлығын доңғалақтап кесіп алып, 3 доңғалақты бір-біріне жалғаймыз. Және де ортасына салмасын сеуіп, видеодағындай көрсетілгендей қылып, орап шығамыз. Видеодағындай көрсетілгендей қылып орап, ортасынан кесіп, астын бекітіп, формасын келтіріп, печеньямызды жасап шығамыз. Пергаментті бумагамызды төсеп, печеньяларымызды арасын ашық қылып орналастырамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Печеньямыз өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеоны аса лайк басып, жаңадан жібермашын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет сіздерге.